мақтау қилы заманда, не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Жаңағы жармен сай тең, жарлысымен бай тең, қайранда менің еділім деп Қазтуған айтқандай, сол біздің батыстағы ағайындарға осы бір Лемзавод мөлтек ауданынан осы Түркістандық ағайындардың көшінен қап кетпейік деп ауылдың осы атағаны бар. Осы ұлыстың ұлы күні Құдай қаласа өз деңгейінде тойлана береді. Бірақ ағайын қысылып жатқан кезде, ағайын осындай апатқа ұшырап жатқан кезде аста төк жиын жасап жатқаны жараспас деп. Жігіттер, Бақытжан ағайын туған күніне не дайындадыңдар? 30-ға толып жатыр. Не бар өзі аз? Білмеймін, Бақытжан ағаға машина сыйлайық десек, машинасы бар. Бар, машинасы бар. Үй сыйлайын десең, үйі бар. Өзі үй сыйлап жүр. Одан кейін оның келіншегі бар. Келіншек бар, екіншісіне әрекет жасаймын демесе, одан кейін ана несі, жұмысы бар. Жұмысы бар. Өзі медик, өзі мұғалім. Мен білмеймін, Бақытжан ағаға не керек енді? Мен тауып тұрған сияқтымын шамам. Бақытжан аға ол шығармашылық адам емес пе? Ақын ғой, кітабы бар оның. Кітабы шыққан. Олай болса, ол шығармашылық адамына шығармашылықтан артық ештеңе жоқ шығар. Ән арнайын, өлең жақында жазып қойып, ән арнайын. Арнаса арнайын. Отыз жылдық мерейтойға барып, тойдың бәрін жарым Бақытжанға әннің бәрін арнап, бар өнерді салым мерейтойың құтты болсын, болып жатқан бүгінгі, сен деп келді халқың арнайы ғажап жан, бар жақсылық қуанышты тілейміз біз, ауырма Бақытжан, елі үшін қызмет еткен Бақытжан, жамағатын бақыт еткен Бақытжан, бір бойына бар өнерді сыйғызып жастарға өнеге танытқан, жаңалықты алғаш болып есіткен, қаламыстап шыққан өзі бесіктен, жұмыстан соң іздесең бір бәкеңді табасың иман мен мешіттен. 94 ұстайды баға, шынымен 94 ұстайды, 94 ұстайды баға, шынымен 94 ұстайды, 94 ұстайды баға, 94 ұстайды баға. Елі үшін қызмет еткен Бақытжан, жамағатын бақыт еткен Бақытжан, бір бойына бар өнерді сыйғызып жастарға өнеге танытқан, жаңалықты алғаш болып есіткен, қаламыстап шыққан өзі бесіктен, жұмыстан соң іздесең бір бәкеңді табасың иман мен мешіттен. Ісің болсын әрқашанда орамды, күндіз-түні іздей жаса болғанды, армандаған қиылған қас көңіл көз әперер, бәйбішең тоқалды. Ұлтын ұлықтаудан жалықпайтын Бақытжан Әбенұлын мерейлі мерейтоймен шын жүректен құттықтаймыз!